жасапты, 10 кемді новый. Аласап жаңағы сразу артын ашып новыйдан сөйтіп көрсетті. А мен бұны алып сатып алғаныма уже бір айдан асып кетті. Ашып қойғаным. Мен просто соғыстан идея көрдім да сөйтіп, ол 15 Pro Max нетіп жатыр. Ойбай, менде 16 бар ғой, мен неге көрсетпеймін деген ой келді. Өйткені мен каналыма не салатынымды білмеймін ғой. Тарантиный талон. Бетіне жабысып тұрған. Сим-картаны шығаратын. Коробкасы не осы. Коробкасымен мынандай адаптер сатып алып, маған подаркаға берген жоқ. Обычно рекламаларында подаркаға деп айтады ғой. Мен подаркаға алғадым, мен сатып алдым. Тоже оригинал. Негізі көбісі бізде бір қыздар жұмыста. Олар осы iPhone алды да бұрында. Енді 14 алды. Содан осы адаптерді бұлар ақшаларын экономить етіп, оригинал емесін алады. Олар долго зарядтайды. Сондықтан iPhone алсаңыздар сразу оригинал алыңыздар. Тез зарядтайды, бір жарты сағаттың ішінде толтырып қояды. Мынандай сыртында бір айтып. Зарядкасының шнуры. Бірақ та бұның шнуры мен қазір мына сіздерге түсіріп отырған видеода менікі 14+. Ал мынаның шнуры, оның шнуры андай не болған. Пластмасс сияқты болған. Ал мынанікі тряпка сияқты екен. Шүберек. Мен мына түсіріп отырған, видеоға түсіріп отырған iPhone-ым 14+. Ол да үлкен. Осының размері сияқты. Бірақ мына одан кішкене көтепке. Мына цвет. Осы 16-ның типа модный цвет екен де. Мен сатып алған кезде оны
еще бір қатты ұнағаны маған бұл анау менің 14-імнен өте жақсы түсіреді. Ана көп эксперттер қалай осы новый iPhone шығады, бәрі эксперт болып кетеді ғой. Ой, ешқандай разницасы жоқ, например, 15 бұдан жақсы, 15 керемет деп, ал оның алдында 15 шыққанда 15-ті хайт еткен, ойбай одан 14 жақсы деп. Сөйтіп олар эксперттер шыққан сайын өсірінше хайт етіп отырады. Бірақ та мен, например, маған қатты ұнады 16. Өйткені түсіргенде де өте таза түсіреді. Например, мен бұны 4К жасамаймын, жай түсіргенге қоямын. Соның өзінде ол жаңағы киношный эффект түсіреді, өте тұнық түсіреді. Мына 14-ім ондай емес. Камерасы тұрады несі. И сосын кейін мынаны шыққаткызып түсірсең, міне типа қосылды видео. Міне мынасы мен бүйтіп алыстатып жақындап. Бірақ та менің стрелкамда 15 Pro Max бар. Ол айтады, той менде де бар ондай дейді. Мен енді он күнін көрген жоқпын ғой, оказывается, 15-те де болады екен. А сосын кейін, например, асмр жасамыз ғой. Асмр түсіргенге. Мен асмр түсірген кезде бұл ішінде настройкасы бар. Содан жаңа шумды алып тастайсыз. Сонда даже микрофон керек жоқ. Микрофонсыз-ақ түсіре беруге болады. Енді біз сияқты особо профессиональный түсіретіндер олар камераға түсіреді ғой, айфонға түсірмейді. Ана ютубта қарасаңыздар, керемет түсіргендер. Еще ана несінде монтажды да керемет жасайды, например, олар камераға түсіреді, мынандай айфонға түсірмейді. Бізге осы айфон пойдет, айфонмен түсіреміз. Мен өзіме қатты ұнады, камерасы өте таза. 14-ім сияқты емес. Тағы сол асмр түсірген кезде сол ерекшелігі алып тастауға болады бұның несін. Артындағы шумды алып тастайсыз да құр жаңа даусыңызды қалдырсаңыз болады. Скоро енді осыған да түсіремін видеоларды. Типа мына сыр